Альцгеймер ауруымен ауыратын әже немересін құстарды бақылау үшін 10 метр биіктіктегі балконға қалдырып кеткен. Бір сәтте ол нәрестемен қуана ойнап отырса, келесі сәтте кенеттен талма ұстап, баланы жалғыз қалдырып кеткен. Бөлмедегі жұп тамақ пісіріп жатқанда, баланың диваннан жоқ екенін біліп, әжесіне жүгіріп барып, оны алып кеткен кетпегенін сұраған. Бірақ талмамен ауырған анасы қайда болғаны немесе не істегенін есіне түсіре алмады. Жұп нәрестенің қандай қорқынышты қауіпке тап болғанынан қорқып, қатты абыржыды. Олар ғимараттың әр бұрышын ақырын тінтіп шықты. Құстарды алғаш рет көрген нәресте ерекше қуанды. Ол ақырын орындықтан тұрып, қоршаудан ұстап, құстардың аяғына жетуге тырысты. Тербеліп тұрған орындық оны кез келген сәтте 10 метрге құлатуы мүмкін еді. Құстар алысқа ұшқанда мазасыз бала өлім аузында тербеліп қалды. Құдай-ау, бақытымызға орай, анасы нәрестені уақытында ұстап алып, қайғылы жағдайдың алдын алды. Кейін бала ғана емес, ерлі-зайыптылар да қатты қорқып, әжесі шыдауға болмайтын кінә сезіміне бөленді. Осы оқиғадан кейін ұлы Тедди ауыр және бүлікшіл шешім қабылдады. Ол ауыр деменциямен ауыратын анасын қарттар үйіне жіберуді жоспарлады. Жүрегі ауырса да, егер анасы үйде қалса, кез келген уақытта балаға әртүрлі қауіп төндіруі мүмкін екенін білді. Баласын қорғау үшін Теддидің мұны істеуден басқа амалы қалмады. Ұлының кешірімін сұрау үшін кемпір тізерлеп отырып, Теддиден кешірім сұрады. Ол баланы әдейі қауіпке ұшыратпаған және мұндай жағдай қайталанбайтынына уәде бергенін айтты. Бірақ Тедди деменциямен ауыратын адамның уәдесіне қалай сене алады? Оның анасын қатыгездікпен тастап кетуден басқа амалы қалмады. Мүмкін кінәсінен сол түні Тедди қорқынышты түс көрді. Ол анасының қарттар үйіндегі қараңғы бөлмеде қамалып отырғанын, онда қорқынышты құбыжық оған тырнақтарын созғанын түсінде көрді. Анасы азапталып, азаптан айқайлады, бірақ ешқандай көмек алмады. Тедди селк етіп оянды. Бойын жаман сезім биледі. Ол анасымен әрқашан ажырамас дос болған. Анасының мұндай түс көруі үшін ол қарттар үйінде қандай да бір азап шегіп жатқан болуы керек. Ол өкінді. Ол мен оның әйелінің анасына қамқорлық жасауға уақыты мен күші болды. Бірақ олар оны белгісіз тұңғиыққа итеруді шешті. Сондықтан ол түн ортасында анасын үйіне апару үшін қарттар үйіне барды. Бірақ келгенде онда қарт адамдарды таппады. Әр бөлме таза, ретке келтірілген және бос еді, онда ешкім тұрмағандай. Ол бұл қарттар үйінде қорқынышты қастандық жасырынып жатқанын білмеді. Тедди ойланысынан ең терең бөлмеден күлкі мен әңгіме естіді. Ол есікті итеріп ашып, түнгі кеш өткізіп жатқандай көретін бір топ жас жігіттер мен әйелдерді көрді. Сол сәтте бір медбике қастықпен жақындап, Теддиден не қалайтынын сұрады. Тедди сол күні анасын сол жерге әкелген отбасы мүшесі екенін, бірақ өкініп, оны дереу үйіне апарғысы келетінін айтты. Алайда медбике Теддидің өтінішін қабылдамай, түсініксіз түрде оны келеке етіп, сендер, балалы қолдар дегендерің, қарттардың ең көп не қалайтынын түсінбейсіңдер. Неге үйге барып бір апта күтпейсіңдер? Бір аптадан кейін қайтып келіңдер. Мен саған анаңның ең көп не қалайтынын түсіндіремін. Содан кейін анаң әлі де сенімен бірге барғысы келетінін көріңдер деді. Тедди шатасқанымен, бұл қарттар үйінің артында қандай да бір жасырын ниет бар екеніне сенімді болғандықтан анасын табуға тырысып жасырын түрде кірді. Кенеттен ол алдындағы қызметкердің аяқ дыбысын естіді. Тедди бөлме тауып ішке тығылды, бірақ қызметкер оның соңынан ерді. Теддидің шкафқа тығылып жұмбақ адамның әрбір қимылын бақылаудан басқа амалы қалмады. Ол ер адамның жас көрінгенімен қимылдары баяу және баяу екенін, жас адамның өміршеңдігінен айырылғанын байқады. Ер адам айналдында тұрып, жас және әдемі бетін үнемі сипап, содан кейін жарқыраған қара плашты алып киіп тікелей Теддиге қарай жүрді. Теддидің жүрегі тамағына тығылды. Ол өзін табатындай болды деп ойлады. Бірақ екінші адам шкафты ашып, жасырын есікті итеріп ашып ішке кірді. Тедди жоғалған қарт адамдардың да сол жерде жасырынып жүргенін түсініп, олардың соңынан ішке кірді. Тедди бос орында дауыстар жоқ екенін, тіпті жасырын есіктерде көп екенін байқады. Анасын қайдан іздеу керектігін білмеді. Сондықтан кездейсоқ бір бөлмеге кіріп, төсекте қолы мен аяғы байланған ер адамды тапты. Оны сұрағаннан кейін, бұл адамның да анасын алып кету үшін қарттар үйіне жасырын кіргенін, бірақ қызметкерлер оны тауып байлап тастағанын білді. Олар Теддиге онда жақсы адамдар жоқ екенін және оны табуға болмайтынын ескертті. Сол кезде есіктен аяқ дыбыстары естілді. Тедди тез төсектің астына тығылды. Содан кейін қара жамылғы киген бірнеше жұмбақ адам кіріп, ер адамды және төсекті алып кетті. Тедди төсекке мықтап жабысып, жарқыраған қара жамылғыларға толы басқа бөлмеге апарылды. Олар ер адамды төсекте алға алып кетті. Содан кейін ер адам күні-түні аңсап жүрген сүйікті анасы мен әкесін көрді. Бірақ тағдыр осындай, сен бір қадамда алға жылжи алмайсың. Олардың бәрі сенен әлдеқайда үлкен. Олардың бәрі біздің өміріміздің бір бөлігі, ал сенде әлі де проблема бар. Ұлының үнемі өкінуіне қарамастан, анасы жүрегі ауырғандай көрінді және оны кешуге ниеті болмады. Содан кейін ер адам жоғары қарап, анасына тырнақтарын созып тұрған қорқынышты құбыжықты көрді. Ол бұл адамдардан анасына зиян келтірмеуді жалынды. Бірақ олар оған, біз анаңа зиян келтірмейміз, бірақ оған ең қажет нәрсені береміз деді. Бейтаныс жаратылыстың күш қуатымен анасының қартайған беті бірден жастық кейпіне оралды. Бірақ қасындағы ұлы бірден әлсіреп, кеуіп қалған қаңқаға айналды. Төсектің астына тығылып отырған Тедди кенеттен көрген жастар тобының шын мәнінде қарттар үйіне жіберілген қарт адамдар екенін түсінді.
Қызметкерлер қарттардың жастығын қайтару үшін арнайы әдістерді қолданды, ал оларға сол жастыққа энергия берген олардың адал ұлы болды. Одан да қорқыныштысы, қызметкерлер мұны тек қарттардың келісімімен жасады. Медбикелер Теттиді қарттарға ең қажет нәрсені білмейтіні үшін мазақ еткені таңқаларлық емес. Бұл суыққан жануарлар балаларының қасында және бақытты отбасымен салыстырғанда жастық шақтың қайта оралуының мүлдем пайдасы деп сенді. Тетти мұндай азғыруға тап болған анасы да өз ұлына зиян келтіруді таңдай ма деп ойлады. Сондықтан олар іздемеген кезде ол тығылып қалды. Анасын тауып қашып кетпек болғанда жұмбақ тұлғалар оны қылмыс үстінде ұстап алды. Олар анасы мен ұлын бір жерге қойды, ал келесі секундта жоғары технологиялық құбыжықтар тырнақтарын созды. Тетти анасының келбеті үшін ақы төлеуге тура келетінін ойлаған кезде, анасының өзімшіл аналардан өзгеше екенін ешқашан күткен емес. Ол ешқашан ешкімнің ұлына зиян келтіруіне жол бермейтін еді. Соңғы сәттерінде ол есін жиюға тырысты, себебі анасы бағынбағанша құбыжық энергия шығара алмады. Бұл Теттиге өзін құтқаруға уақыт берді. Ол оттықты суырып алып, перделердің жанына лақтырып жіберді. Сол сәтте бөлмеде қатты өрт шықты. Құбыжық та жалынға оранып, Теттидің анасы қосалғанда барлығы қаза тапты. Тетти анасының отпен қоршалғанын көріп жүрегі ауырды. Соңғы демінде анасы ұлына "сен" деді. Ақырында бұл қатыгез қарттар үйі өрттен толығымен қирады. Теттидің үлкен аналық махаббаты оны жалғыз тірі қалдырды. Мүмкін қарттардың қалағаны жастық келбет, байлық немесе тіпті балаларының үнемі серігі емес шығар. Олар балалары аман, сау және бақытты болғанша бақытты болды.